Зерттеулік журналистика пәні бойынша алғашқы лекциямызды бастаймыз. Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы журналистік зерттеудің ерекшеліктері деп аталады. Лектор Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің профессоры Аязби Ақбергенұлы Бейсенқұлов. Мына жерде қазақтың белгілі ақыны, алаш қайраткері Міржақып Дулатұлының «Ақиқат жеңер жалғанды» деген көсем сөз тұр. Бұл қанатты сөздің артында үлкен мағына жатыр. Яғни, журналистік зерттеуде ақиқатқа жету, ақиқатты анықтау деген мәселе бірінші кезекте тұрады. Кез келген ақиқат ерте ме кеш пе ол басы ашылады, ешқандай өмірде құпия болмайды. Сондықтан да ақиқатқа біз әр уақытта да қол жеткізетін боламыз. Міне біз өзіміздің лекциямызда журналист осы ақиқатқа қалай қол жеткізеді, қандай тәсілдерді қолданады, журналистік зерттеудегі құралдар қандай, ерекшеліктер қандай, міне сол тұрғысынан қарайтын боламыз. Алдымен журналистік зерттеудің анықтамасына тоқталып алайық. Журналистік зерттеу дегеніміз қоғам назарынан тыс қалған оқиға төңірегіндегі мәліметтерді іздеу, кейбір ақпаратты жаңалау, тексеру болып табылады. Журналистік зерттеудің мақсаты заң бұзушылық фактілерін тауып, оған мән беру, көпшілікке ақпарат беріп құлақтандыру, сол арқылы қоғамдық пікір туғызу және белгілі бір шешімдердің жүзеге асуына ұйытқы болу немесе қозғау салу, яғни резонанс тудыру. Ең алдымен сол жат әдеттің түп тамырын табу, себептерін айқындау, жасырын жатқан көлеңкелі жақтарын ашу болып табылады. Ағылшын тіліндегі investigation сөзі екі түрлі мағынасы бар: зерттеу және тексеру. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде зертте деген сөзге мынадай мағына береді: бір нәрсенің мән жайын анықтау, байқау, бақылау, тексеру. Ал терминдік сөздікте расследование деген сөзге тексеру, мәселені тексеру, істі тергеу деген түсініктеме беріпті. Орыстың танымал тіл маманы Ожеговтың редакциялауымен жарық көрген орыс тілінің түсіндірме сөздігінде расследовать, подвергнут всестороннему рассмотрению, изучению, расследовать факты, обстоятельства дела дейді. Сонымен қатар осуществить следствие, расследовать преступление делінген. Яғни, аталған сөздікте зерттеуге қатысты екі түрлі түсінік беріледі: қылмысты зерттеу және анықтау, екінші етістік іздеу, қылмыстық оқиғамен байланысты жағдайды зерттеу, мәліметтерді жинақтау және тексеру деген түсінік берілген. Яғни журналистік зерттеудің артында міндетті түрде құпия тұру керек. Сол құпияны ашу, сол құпияның себеп салдарын анықтау, соны көпшілікке жеткізу, көпшілікте белгілі бір пікір тудыру, іс-қимылға, басқа да әрекеттерге шақыру болып табылады. Журналистік зерттеу туралы ғалымдардың пікірлері әртүрлі болып келеді. Оны біреулер жанр ретінде қарастырады, екінші біреулер әдіс ретінде, яғни журналистік қызметтің әдісі ретінде қарастырады. Тіпті журналистік зерттеуді сверхтекст, қазіргі заманғы жаңа журналистика деп баға беретіндер де бар. Мен осының ішінде бұл журналистік қызметтің әдісі деген пікірге тоқталамын. Ал Қазақ ұлттық университетінің профессоры ғалым Кәкен Қамзин журналистік зерттеуді айқындама деп түсініктеме береді. Біздің бұлай ат қоюымыздың себебі, бұл жанр түрімен түпкілікті айналысушылар көмескі, бұлыңғыр деректердің, оқиғалардың астарына, орын алған құбылыстың, қылмыстың себеп салдарына үңіледі, оның адами, психологиялық және әлеуметтік табиғатын айқындай түседі. Журналистік айқындаманың өзі түсіндірме, комментарийден өніп шығады деп жазады. Ал журналистика факультетінің деканы, филология ғылымдарының кандидаты, доцент Сағатбек Медеуекұлы аталмыш жанрды айғақтама деп атауды ұсынады. Зерттеуші Константинов зерттеуді журналистік қызметтің тәсілі деген түсініктеме береді. Яғни қоғамдың назардан тыс қалған деректерді зерттеу және халыққа тарату деп анықтама жасайды. Ғалым Станько
журналистік зерттеуді жанр деп таниды. Автор әлеуметтік құбылыстың жағымсыз жақтарына жұртшылықтың назарын аудару үшін және құқықтық тұрғыдан әділ бағасын беру мақсатында жан-жақты зерттейді. Сондықтан да журналистік зерттеу публицистиканың жанры деп тұжырымдайды. Бұл пікірді ағылшын Уилменнің пікірі де растай түседі. Журналистік зерттеу қазіргі тәсілдері және техника атты еңбекте жекелеген тұлғалар мен мекемелердің өз қызметтеріне қатысты құпия сақтағысы келген маңызды тақырыбына арналған немесе негізделген материал деп анықтама беріледі. Осылайша зерттеу түсінігі ауқымды мағынасында материалды тәптіштеп зерттеу дегенге саяды. Журналистика саласындағы зерттеу журналистің құпия деректерді өз бетінше ашудың, жария етудің тәсілі және публицистикалық жанр. Өздеріңіз байқап отырғандай, журналистік зерттеудің артында міндетті түрде құпия, беймалым деректер тұрады және оның заңға сәйкестігі, ақиқатқа сәйкестігі, шындыққа сәйкестігі сияқты ұғымдар қалыптасады. Міне соның ара жігін ажыратып, бағасын беру журналистік зерттеушінің міндеті болып табылады. Журналистік зерттеуді кім жүргізеді? Журналистік зерттеуді қиындықтан қашпайтын, бастаған ісін аяғына дейін жеткізетін, яғни қайсар әрі табан адамдар жүргізе алады. Осы тектес қасиеттермен қатар журналистке бір қатар әдістер мен тәсілдер де қажет. Оны да үш топқа бөліп қарастыруға болады. Ең бірінші құқықтық білім, заңдарды жетік білуі. Журналистік зерттеу тек қана заң шеңберінде жүзеге асуы керек. Ақпаратты жинау, ақпаратты баяндау, ақпаратты тарату барлық кезеңінде заңды өте дәл сақтаған ләзім. Журналист жұмысын реттейтін заңдарға Конституцияны, Қазақстан Республикасының бақ туралы, әкімшілік құқықтар туралы, мемлекеттік құпиялар туралы заңын жатқызуға болады. Журналистік зерттеушілердің көпшілігі журналистің қолына құпия құжаттардың түсіп қалғанына орай басталады. Осы тұста репортер сол құжаттағы мәліметтің мемлекеттік құпияға жататын, жатпайтынын ажырата білуі керек. Егер мемлекеттік құпияны жариялап жіберсе, журналист әкімшілік тіпті қылмыстық жауапқа тартылуы мүмкін. Екінші бір маңызды мәселе ақпарат көздерімен байланыс орната білуі. Кез келген адам журналист үшін ақпарат көзі бола алады. Әдетте журналистер мекемелердің басшыларын, белгілі бір сала мамандарын ақпарат көзі деп қарастырып, олармен байланыс орнатып жатады. Ал кей журналистер осы мәліметтің барлығын арнайы кестеге енгізіп, компьютерде сақтайды. Оның материалы тың жаңалыққа толы және қоғам үшін аса маңызды болуы керек. Яғни, сіз зерттеп отырған тақырыбыңызға қатысты белгілі бір куәгерлермен жолығасыз, сұхбаттар аласыз, олардың келісімімен белгілі бір ақпараттарға қол жеткізесіз. Міне соның барлығында олармен байланыс жасай білу керек және олардың да құқығын, олардың да талабын ескеріп отыру керек. Журналист өзіне дейінгі ешкім жүргізбеген оқиғаға зерттеу жүргізеді. Екіншіден, қозғалып отырған тақырып аудитория назарынан елтіп әкетуі керек. Әрі бұрын соңды белгісіз болып келген мәселе жария етіледі. Журналистік зерттеудің мақсаты белгілі бір құбылыс пен процестің себебін анықтау, оның әрекет ету механизмін көрсету. Зерттеу нысаны ретінде көбіне көлеңкелі құбылыстар, заңсыздықтар қамтылады. Журналистің ұсақ фактінің өзін көрер қырағылығы, мұқияттылығы мен өрелі ойлығы зор рөл атқарады. Зерттеу оқиғалар, адамдар, құжаттар және жеке бақылау сияқты ақпарат көздеріне негізделеді. Журналистік зерттеуде себеп-салдар принципі жетекші рөл атқарады. Өйткені әр оқиғаның артында оның орын алу себептері, болған уақыты, кімдер қатысты, кімдер жауапты болды, кімдер қателесті, не себепті қателесті деген сияқты әртүрлі сұрақтарға жауап беріп, оның жолдарын терең талдауы тиіс. Журналистік зерттеу жөнінде анықтама берген батыс зерттеушілер көбіне оны жемқорлыққа қарсылықпен байланыстырады. Барлық мемлекет үшін жемқорлық қазіргі уақытта ең ауыр тақырып. Ол туралы саясаткерлер, қоғам қайраткерлері, кандидаттар, депутаттар, президентке үміткерлердің барлығы көп айтады. Барлығы онымен күресуге уәде береді. Ал енді осы жемқорлыққа қарсы күрес қалай жүріп жатыр?
Оның пәрменділігі қандай деген мәселеде журналист өте жіті болғаны дұрыс. Барлық өзінің ой тұжырымдарын деректермен, фактілермен, құжаттармен дәлелдеп отыру керек. Мына жерде қазір қоғамда үлкен резонанс тудырып отқан Алексей Навальныйдың өміріне байланысты материалдың сілтемесі берілген. YouTube каналындағы бұл материал «Кто захватил столицу Сибири и как ее освободить» деген тақырыппен берілген екен. YouTube каналынан қарап көрулеріңізге болады. Бұл Алексей Навальныйдың мына емханаға түсіп қалуының алдындағы түсірген дүниесі. Алексей Навальный Ресейдегі жемқорлыққа қарсы күрес бюросын басқарып жүрген оппозиционерлердің біреуі, және соңғы уақытта оның өміріне қастандық жасалды деген де пікір айтылып жатыр. Таяу уақытта оның анық білінетін шығар. Ал енді мына бейне материалда соның алдында түсірілген материалдары берілген. Бұл жерде билік өкілдерінің, жекелеген азаматтардың қалай заң бұзушылыққа барғандығы, әсіресе мына құрылыс саласындағы үлкен олқылықтар, оның орын алу себебі, заңнан қашу, салық төлемеу фактілері қалай орын алды, билікпен қалай сыбайлас байланыста болды, өздері қалай өмір сүріп жатыр, қандай халыққа, көпшілікке жақсылық жасап жатыр, соның бәрінің аражігін ажыратып көрсетуге тырысады. Яғни толыққанды журналистік зерттеу жүргізген материалы жарық көрген. Бұдан басқа да оның YouTube каналында көп материалдары бар. Соның кейбіреулерін біз журналистік зерттеу жанрына, журналистік зерттеу әдісіне жатқызамыз. Ал енді біздің телеканалдарда да журналистік зерттеу айдарымен берілетін материалдар бар. Бірақ өкінішке олардың сапасы көңіл көншітпейді. Көп жағдайда журналистік зерттеуден гөрі арнайы репортажбен шектеледі. Болмаса талдамалы материалмен деңгейінде қалып қояды. Өйткені мына белгісіз жағдайларды, құпия жағдайларды ашудан гөрі көпке белгілі жағдайларды, соның белгілі бола бастаған жағдайларды көрсетумен ғана шектеледі. Қандай қылмыс жасалды, ол қылмысқа кім себепкер болды, ол қылмысқа кімді жауапкершілікке тартуға болады, тартыла ма, тартылмай ма деген сияқты мәселелерді зерттеу тақырыбы әлі күнге дейін қозғалған жоқ. Жекелеген бізде журналистік зерттеумен айналысатын топтар болды, бірақ өкінішке олардың еркіндігі шектелген жағдайлар болды, тіпті өміріне қастандық жасалған жағдайлар да болды. Бұндай фактілерді алдағы уақытта талдап танысатын боламыз. Ал енді әзірге мына материалды қарап көріңіздер. Сонымен журналистік зерттеуде бір-бірімен байланысты мынадай құндылықтар бар. Мысалы, әділдік пен заңдылық туралы. Міне осы журналистік зерттеудің басты құндылығы, басты принципі болып табылу керек. Шындық пен ақиқат, еркіндік пен ерік, шыншылдық пен тазалық деген ұғымдарды қорғау ол журналистік зерттеу жүргізушінің міндеті. Яғни қоғамдық құбылыстарда, билік пен қоғам арасындағы қарым-қатынаста болып жатқан кейбір кемшіліктерді көрсету, солардың терең қазып көрсету, жан-жақты себеп салдарын анықтау, бағалау, пікір туғызу, міне журналистік зерттеудің негізгі объектілері болып табылады. Тікелей қатысы бар мәселелер. Барлық шындықты айтып отырып, адамгершілікті де аяға етуге болмайтынын естен әсте шығаруға болмайды. Журналистік зерттеумен кез келген адам айналыса ала ма? Зерттеуші Берлин, журналистік зерттеу журналист тарапынан болатын күш-жігер, идея және ұсыныссыз жарыққа келмейді дейді. Қателік кетсе қоғамда теріс пікір туып, қарсыласушы жақтың абыройына нұқсан келетіні анық. Журналист ақпарат майданының жауынгері десек, ол елігінде қандай да бір ақпараттың ешкімнің ыңғайына жығылмастан, әр тараптың үніне құлақ аса отырып, өзінше ой тию арқылы жазып шығуда шеберлік танытқан жөн. Ең бастысы, қолына қалам ұстаған кез келген адамда ішкі тәуелсіздік болуға тиіс дейді. Сол арқылы ол қоғамда белгілі бір мәртебеге ие болып, аудиторияның сенімін анықтайды деп біледі. Яғни кез келген адам журналистік зерттеумен айналысуына болатын шығар, бірақ журналистік зерттеуде танымал болу, атақты болу өте қиынның қиыны. Біріншіден оған көп уақыт кетеді. Репортердің бойынан табылуға тиіс басты қасиеттер ол тәжірибелік. Адамдармен тез тіл табысып, сенімін жаулап алу,
қызықты ақпарат иемденуге деген құштарлық және құжаттарды іздестіруге кеткен уақытты зая кетті деп есептемеу. Яғни кез келген журналистік зерттеуге өте көп уақыт кетеді, өте көп ресурс кетеді және ол тәжірибемен келеді. Уақыт өте келе соның әдіс тәсілдерімен келеді, белгілі бір байланыстары орнайды, адамдармен оңай тіл табыса алады, оған көпшілік көмектесе алатын болады. Міне сол жағдайда ғана барлық ақпаратты жинап алып, ол журналистік өзінің материалын дайындайды. Сол арқылы үлкен қоғамда резонанс болып жатады. Біреулер қызметінен кетіп жатады, біреулер қылмысты іске тартылып жатады деген сияқты әртүрлі нақты шараларға алып келеді. Жалпы әлемде қазір журналистік зерттеумен айналысатын ұйымдар, редакциялар, агенттіктер өте көп. Халықаралық ұйымдар да бар, оны қолдайтын, қаржыландыратын топтар да бар. Мысалдары өте көп. Журналистік зерттеу қазір ең сұранысқа ие журналистік қызметтің бір түрі. Мысалдары да өте көп. Соның ішіндегі ең бір классикалық мысал ретінде Уотергейт оқиғасын айтылады. Бұл жерде журналистік зерттеудің құдіреттілігі сонда, ол мемлекеттік саясатты, қоғамдық пікірді күрт өзгерте алады, білдей бір мемлекеттің немесе ұлттың қауіпсіздігін сақтап қала алады. Міне Уотергейт оқиғасында тіпті президенттің орнынан қызметінен кетуіне дейінгі жағдай орын алған. Бұл 1972 жылы Уотергейт қонақ үйінде орналасқан ақш-тың демократиялық партиясының штаб-пәтері тоналғаннан бастап, журналистік зерттеу жүргізген Washington Post газетінің екі журналисті Карл Бернстайн мен Боб Вудворд оқиғаны 2 жыл бойы зерттеп, әлемдегі ең ықпалды адамдардың бірі сол тұстағы ақш президенті Ричард Никсонның және оның аппаратының жемқорлық әрекеттерін жасаған ұрлық, қарлық, зорлық, зомбылығының бетін ашты. Ашып қана қойған жоқ, әділетсіз президентті тақтан тайдырды. Міне осы сияқты оқиғалар өте көп. Тіпті журналистік зерттеу жолында қаза тапқан журналистердің деректері де бар. Журналистік зерттеу ол қалай десек болады, журналистің қайсарлықты, табандылықты, ыждахаттылықты талап етеді. Оның мысалдарын алдағы уақытта кеңірек тоқталатын боламыз. Мына Уотергейт оқиғасына қатысты арнайы фильмдерде түсірілген, көркем фильмдер түсірілген, публицистикалық еңбектер жарық көрген, олармен өздеріңіз танысуларыңызға болады. Бүгінгі лекцияның соңында бір фильмнің сілтемесін береміз. Міне, журналистік зерттеудегі басты құндылық ол ақиқатқа қол жеткізу, құпия жағдайларды жариялау болып табылады. Шындық ең қымбат бағалы дүние. Белгілі қайраткерлер, көсемдер ол туралы мынадай пікірлер айтқан екен. Соның ішінде Шерхан Мұртаза былай дейді: шындықты ақтарлы айту қиынның қиыны дейді. Тағы бір пікірінде ол кісі: шындық ашық һәм ажарсыз дейді. Яғни шындықты жеткізу, шындыққа бетпе-бет келудің өзі қайсарлық, ерлік екендігін танытады. Философ Гегель ең басты қажеттілік ақиқатты тани білу дейді. Сол сияқты міне басқа да пікірлер тұр. Ақиқат еш уақытта жасырын қалмайды дейді белгілі суретші, өнертапқыш Леонардо да Винчи. Міне адамзаттың өзінің өмір сүруіндегі аса бір құнды заттардың бұл шындыққа қол жеткізу, әділеттіліктің орнығуы, еркін қоғамның орнығуы. Міне сол жолда журналистерде қызмет етеді. Сол салада жұмыс атқарған, күрделі материалдарды дайындаған ізденімпаз журналистер ол журналистік зерттеумен айналысады. Алдағы лекцияларда осының қыр-сырын ұғып, тереңдете зерттейтін боламыз, танысатын боламыз. Ал енді бүгінгі алғашқы таныстығымыз осы, лекциямыз аяқталды. Қандай материалдарды оқуға, көруге болады? Міне жаңа біз айтқан Уотергейт оқиғасы туралы «Вся президентская рать» деген фильм түсірілген 1976 жылы. Сценарийін осы екі журналистің өздері жазып береді. Бұл фильм 4 Оскар сыйлығын алған кезінде, бұдан кейін де тағы бір жаңа фильм түсірілді. Осы фильмнің біреуімен танысып біліңіздер. Сонымен қатар ресейлік зерттеуші Тертышный осы расследовательская журналистика атты оқу кітабын шығарған. Осы саланың білгір маманы, зерттеуші болып табылады. Оның кітабында да құнды мағлұматтар өте көп. Жаңа біз айтқан ағылшын Уилменнің
журналистское расследование современные методы и техника деген кітабында жақсы мағлұматтар көп. Сол сияқты қазір интернетте журналистік зерттеуге қатысты мәселелер, ұсыныстар, пікірлер, материалдар, үлгілер, солардың тарихы, солардың мысалдары өте көп. Сондай топтың біреуі пара расследовать деп аталады екен. Яғни журналистік зерттеумен айналысатын жас мамандарға көмекші құрал ретінде интернет ресурс тұр. Ол интернет ресурстың сілтемесі мына жерде көрсетілген. Онымен де танысуларыңызға болады. Сонымен келесі лекцияға дейін сау саламатта болыңыздар. Аталған әдебиеттермен, фильммен танысыңыздар.